Құрметті ауыл шаруашылық жұмысшылары, 2020 жыл егістік жылы басталды. Егін басталайын деп жатыр. Сол себепті мен бүгін сізді қысқаша осы ауыл шаруашылық егістеріндегі қандай биыл зиянкестер мен аурулармен қандай ағымшылықтарға бізде зиян келтіретін сол мәселені қысқаша айтып кетсем. Жылдан жылға осы зиянкестерден, негізі аурулардан, арамшөптерден жыл сайын 30-30% өнімділік төмендейді. Кейбір жылдарда қатты ауру дамыған кездерде 70-75%-ға дейін төмендейді. Сол себепті біз былтырғы 1919 жылдағы жағдаймен биылғы 20 жылғы жағдайда салыстырып, қандай өзіміздің прогнозымызды айтып кеткім келеді. Негізі ең бірінші егін деген неден басталады? Тұқымнан басталады. Тұқымды қалай біз дайындаймыз, қандай тұқымды егеміз, сондай өнім аламыз. Сол себепті ең бірінші тұқымды дәрілеу керек. Тұқымды дәрілегенде бір қара күйе ауруларынан, тамыр шіріглерін сақтап қаламыз. Соған байланысты біз ең бірінші не істеуіміз керек? Біз тұқымды тазартуымыз керек. Шаңнан, бүкіл неден әсіресе шаң бәрі деген бұл дәрілердің өзіне сіңіріп алып, тұқымға жібермейді. Сол себепті тұқымды шығарған тұқым деген бізде таза болу керек. Сол тазалатқан тұқымды дәрілейміз. Дәрілегенде дұрыс дәрілеу керек. Негізі қандай препаратты қолдану керек? Соны білу үшін біз деген осы Агротехникалық университет пен Астана компаниясы 2 жыл қатарынан тұқымды зерттеп, қандай аурулармен ауыратынын тексеріп келе жатырмыз. Биыл бізде осындай жұмысты жалғастырдық. Негізі 4 облыстан тұқым алынды. Әсіресе Қарағанды, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Қостанай облыстарындағы тұқымдарды біз зерттеп, осындай неге келдік, көрсеткіштерге. Негізі ешқандай бір шаруашылық жоқ, түгел 100% тұқымдары деген сау. Негізі көбісіне тұқымдар деген мынандай аурулармен зақымдалған: альтернавирус, фузариоз дейміз, бактериоз аурулары, вирустық аурулар. Сол себепті осы ауруларға қарсы біз дұрыс тұқым дәрігіштерді таңдауымыз керек. Тұқым дәрігіштерді таңдау үшін бізде негізі осы бүгінгі күнде көп пайдаланатын, көп тараған дәрілерді зерттеп көрсеттік. Соның ішінде иншурперформ, Витекс препараты, Citizen препараты, Ранкон препараттарды, соның бәрін дәлелдеп, осы қазіргі кезде біз осындай шешімге келдік. Негізі осы 4 препараттың ішіндегі бәрі де осы жақсы көрсеткіш көрсетті. 90% жоғары 100%-ға дейін ауруларды бәрін төмендетті, жойды. Сол себепті осы препараттарды біз деген сіздерге ұсынамыз. Осы препараттар деген өсімдіктің өсуіне, тамыр жүйесінің дамуына жақсы әсер етті. Сол себепті ең бірінші біз деген егінді дәрілеп, 4-5 күн қалғанда егіске осындайын дәрілеп дайындап қойымыз керек. Екінші себеп енді көшшек, ол деген арамшөптер. Арамшөптер жыл сайын осы егістерге көп зиян келтіреді. Олар деген қасындағы арамшөптердің тамырлары көптеген токсиндерді шығарады. Олар деген өзіміздің өсімдіктерге, бидайға, арпаға болсын, бәріне әсер етеді. Өсуіне, дамуына, тамырлар өспей қалуы мүмкін. Өскіндері де өсуі деген созылып кетеді. Созылып кеткен өскіндерге ауруларға шақтанады. Сол себепті біз деген ең бірінші арамшөптерге көп көңіл бөлуіміз керек. Негізі егіске қазіргі кезде көп шаруашылықтардың нөлдік технологияға көшіп жатыр. Нөлдік технология дегенде әсіресе онда жерді қопсыту жұмысы жоқ. Тек қана осы химик препаратты қолданамыз. Сол себепті қазір химик препаратта көп күш түсіп жатыр. Нөлдік технология көшкен шаруашылықтарға егістікке 10-12 күн қалған кезде соның алдынан біздің арамшөптерді, көп жылдық арамшөптерді жоюға кірісуіміз керек. Көп жылдық арамшөптерді жою үшін біз деген негізі глифосат құрамында бар эфир препараттарды қолдануымыз керек. Әсіресе біздің осындай смерч деген препарат бар. 2 литр смерч, соған қосымша эфир премиум, эфир экстра деген препараттар қосымша 0,6 нормасымен соны пайдалансақ, негізі көп жылдық арамшөптерге ол деген жақсы әсер етеді. Түптену кезінде, бидайдың түптену кезінде көптеген аурулар шыға бастайды.
Соның ішінде гельминтоспорез, септовез, тамыр шірігі, зиянкестері, бидайдың бүргелері, астық бүргесі, бидайдың шыбындары, гесин шыбыны, швед шыбындары, бидайдың трипсы, осындай зиянкестер көп зиян келтіреді. Соған байланысты біздегі түптену кезінде гербицидтер мен қосымша инсектицидті, фунгицид пайдаланғанымыз дұрыс. Әсіресе сол кезде ең бірінші шығатын септовез, сол кезде шығатын гельминтоспорез, сол кезде шығатын астық бүргесі, сол кезде шығатын астықтың шыбындары, гесин шыбыны, швед шыбындарына қарсы осындай препараттарды қолдануға болады. Әсіресе гербицидпен бірге бастап, қосымша фунгицидтерді атайтын болсақ, тибуканазол атындағы, пропиканазол ішінде құрамдарында бар. Әсіресе мынандай препараттар пропикон, инсектор, имидоклоприд бар құрамында, темиртактан бар құрамындағы инсекторды қолдансақ. Ал енді ары қарай айтатын болсақ, негізі осы жылға байланысты біз деген ойлаймыз, аурулардың дамуы деген өте күшті болады. Негізі соның ішіндегі септовез бен тат аурулары. Тат аурулар дегенде бур листовая ржавчина дейміз. Осы аурулар деген ауа райына байланысты, ылғалдылығына байланысты, осындай нелерде көп дамиды деп ойлаймыз. Сол себепті астықтың масақтану кезінде, гүлдену кезінде тағы да бір рет обработка жасайтын болсақ, онда қосымша инсектицид мен фунгицид қолдануымыз керек. Әсіресе инсектор, соған қосымша пропикон қолдансақ, біз деген көптеген аурулардан сақтап қаламыз. Құрметті фермерлер, егер сіздерде қандай да бір сұрақтар пайда болса, оларды біздің сарапшыларға тікелей қоя аласыздар. Ол үшін қазату.kz сайтына кіріп, басты бетте орналасқан фермерлерге арналған бөлімге кіру қажет. Содан соң өсімдік шаруашылығы бетіне өтіп, өздеріңізге керек сарапшыны таңдаңыздар. Көрсетілген жолдарды толтырып, керек сұрақтарыңызды жазып шығыңыздар. Ең соңында сұрақты жіберу батырмасын басу керек. Назарларыңызға рахмет.